сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіз бе, апай? Балалар, қараңдаршы, мына дән қазір қандай күйде? Апай, ол қимылдамайды. Ұйықтап жатқан шығар. Ол тілемес сияқты. Соңғы тірі, бұлақ жасын тірі сияқты. Балалар, сендер бәрін дұрыс байқадыңдар. Бұл дән тірі емес сияқты. Бірақ бұның жаны бар. Бұны дәнді ояту үшін бірінші дәнге жайлы орын керек. Ол жайлы орын бізде топырақ. Апай, бұл жерде түсілік бар сияқты. Сүр екен. Апай, ол жұмсақ екен. Апай, іші де қызық екен. Иә, балалар. Апай, оған су керек екен. Ақырындап су құяйық онда. Құрғақ болса, иә? Әкел. Ақырындап су құяйық. Дәл солай. Бұл топырақ жай топырақ емес. Бұл тіршіліктің бесігі. Бұл топырақ дәннің анасы сияқты. Оны қорғайды, құшағына алады, сөйтіп өсіреді. Неге дәл сөйлесе, су оны оята ма? Иә, дән кішкентай сәби сияқты. Ол суды ішіп оянады. Су тіршіліктің тынышы. Сусыз ештеңке өнбейді, балалар. Ал енді мына заттарға қараңдаршы, мына заттарға. Бұл заттардың қайсысы тірі емес, көріңдерші ұстап. Бұл тапыдағы тірі, себебі одан жапырақ шығады. Гүл тілі, өйткені оның иісі бар. Бұл бұрын тірі болған, қазір ұйықтап жатқан сияқты. Емес, ол қозғалмайды. Жақсы байқадыңдар, балалар. Тірі болу үшін өсіп, дем алып, су ішу керек. Су өмірдің дәмі. Топырақ дене болса, су жан сияқты. Екеуі бірге болғанда ғана дәніміз оянады. Қара жердің ішінде, мына қара жердің ішінде тіршілік иелері өмір сүреді. Құрттар, микробтар, тамырлар. Бізді осынау қоршаған тіршілік үшін бәріне көрінбей жұмыс істейді екен. Тіршіліктің жүрегі топырақта соғады екен, балалар. Сонда дән ояну үшін күн мен су емес, жер керек. Дұрыс айтасың, Адина. Егер топырақ болмаса, өмірде болмайды. Топырақ жердің жүрек сияқты. Иә, дұрыс айтасың, Адина. Апай, оны отырғыздық, енді ол өсе ме? Иә, балалар, енді ол өседі. Сендер кішкентай дән арқылы үлкен шындықты аштыңдар. Тіршіліктің мәні міне осы топырақта. Түсіндіңдер ме, балалар? Жоқ. Айтесіңіз! Біз топырақпен дәнді зерттедік.